Джанна жүктілік қағазына мәз болып отырған кезде Седат үйіне кіріп келеді. Джанна, сен алыста жүрсең де менің өмірімді құртып жібересің. Жарайсың. Джанна, не болып қалды? Сенің өміріңді құртатындай не істеппін? Сен маған әлгі шындықты айтпағаныңда бәрі дұрыс болар еді. Джанна, мен шындықты біліп айтқаным үшін кінәлімін бе? Сен үшін Фарида ханым Наленға шындықты айтыпты, ал енді олардың жағдайы нашар. Фарида төсектен тұра алмай қалды, ал Налян болса есінен ауысты. Сен соқырсың ба, Седат? Фариданың кесірінен қиналдың. Мыстан Фарида Наленға қандай аналық махаббатын көрсетті екен? Седат, аналық махаббат жайлы сен айтпа деген кезде Джанна оған жүктілігін айтады. Сен маған айтып тұрсың ба? Ал енді көрейік сенің қалай әке болатыныңды. Джанна, бұл мүмкін емес. Дұрыстап қара, 5 апталық болыпты. Сенің балаңды сенің әйелінен бұрын дүниеге әкелетін болдым. Қызық емес пе? Егер ол ұл болатын болса, Көроғлы әулетінің мұрагері болады. Джанна, есің дұрыс па? Егер бұны әкем білетін болса, екеумізді де тірі қалдырмайды. Маған енді әкеңнің ойы қызық емес. Джанна, бұл бала туылмауы керек. Джанна, енді көресің мені қалай бала жақсы көретінімді. Жақсы ана бола аламын ба, жоқ па? Көроғлылардың бірінші мұрагері менің ішімде. Седат, өтінем, Джанна, бұлай жасама. Седат, саған бір нәрсе істемей келіп тұрған кезде тез менің үйімнен кет деп Джанна Седатты қуып шығады. Биллур Наленға, құрбым, саған не болды? Мен дұрыс емес нәрсе жасадым ба? Деп хабарлама жазып жібереді. Наленға Хафиш келіп сөйлесуіміз керек. Я сөйлесейік, бірақ апама бар десеңіз, онда сөйлесудің қажет жоқ. Жоқ, мен ол үшін емес, мен сізден кешірім сұрағым келеді. Егер әрине кеш болмаса. Налян күліп, әрине кеш қалдыңыздар, жылдар бойы менен барлық шындықты жасырдыңыздар. Мені кешірсің десеңіз, әкемнің кім екенін айтыңыз. Хафиш, мен білмеймін дейді. Түндеу келген кезде екеуін де қуып жібереді. Хафиш, не болды, неге жылап тұрсың дейді. Хайри Наленға, мен сіздің айтқандарыңыздың барлығын алып келдім. Түндеуге айтшы, маған ұнамады деп. Хайри, мүмкін бұлай сөйлесуіңізді қоярсыз. Неге? Бастық екеніңізді есіме салудың қажет жоқ, мен онсыз да білемін. Седат түнделетіп келген кезде Селин алдынан шығып, Наленмен сөйлестің бе? Жерді беретін болды ма? Жоқ, мен әлі сөйлеспедім. Ол бүгін сөйлесетін халде емес. Не болып қалды? Отбасылық жағдай. Отбасы дейтін олар екеу-ақ. Білесің ғой оның апасының мінезін. Оны ренжітіп қойыпты. Бұл жаңалық емес қой. Жарайды, мен қайтсем де бүгін сөйлесемін дейді. Қымбаттым, сен әлі жатпадың ба? Жоқ, ұйықтамадым. Сен неге ерте келдің? Әлде Джанна үйінде емес пе? Жоқ, мен Джаннамен емес, кафеде болдым. Мен сені ойладым. Рашы, сенің сүйікті тәттіңді алып келдім. Жоқ, маған қажет емес. Сен менен қажет пе жоқ па деп сұраған жоқсың. Налян, сенімен маңызды нәрсе туралы сөйлесуім керек. Маған сенің көмегің қажет. Селин жаңа кәсіп ашпақшы. Налян, иә, қуаныштымын. Ендеше неге менің көмегім қажет? Әкем сыйлаған жерді бізге Селинге атын ауыстыра аласың ба? Налян, мен дәл осы кезеңде жүрген кезде сұрап тұрсың ба? Таңғалып тұрмын. Маған ешқандай жердің де байлықтың да қажет жоқ. Маған тек тыныштық бер. Рахмет, қымбаттым, біз әлі бірге бақытты боламыз балаларымызбен. Өтінем, Седат үндемеші деп іштей ызаланады. Таңертең Хафиш Наленға келіп, Фарида ханым күтіп тұр дейді. Биллур Наленға хабарласып, құрбым, сен хабарсыз кеттің ғой, жазсам жауап бермейсің. Бір жағдай болды ма? Жоқ, ешқандай жағдай болған жоқ, менің қолым босамады. Әлде Хайри үшін маған ренжіп жүрсің бе? Машинам бұзылған соң мен тек соны ойладым. Жоқ, ол үшін емес, кейін сөйлесеміз деп тұтқан қояды. Селин, жер туралы әкемізге қашан айтасың? Налян қол қойған кезде айтамын. Қайырлы күн, Музо, яғни Музафер мырза, деп Селин мысқылдайды. Артынан әкесі келіп, әке, мында отырыңыз. Жоқ, Музо, ол сенің орның, мен Селиннің қасына отырамын дейді. Ендеше жиналысты бастайық. Бүгінгі жоспарды кім дайындады? Селин, мен дайындадым. Кәне алыңыз, Музафер мырза. Рафет Селинге, осылай бауырыңа көмектесіп жүрсең мен қуаныштымын. Налян Фариданың бөлмесіне келеді. Қалайсың? Кешегіден тәуірмін дейді. Менің әкем кім? Маған бұл жөнінде қазір айтуыңыз керек. Енді жасырудың қажеті жоқ. Фарида, сен оны таба алмайсың және сұрама. Апа, оны әлде өзіміз дейін бе? Мені енді апа деп айтудың қажеті жоқ. Сен сонда әлі де ешнәрсе болмағандай жүре беретін бе едің? Қашан айтпақшы едің? Сен менің арқамда тірісің. Сонда оларға не болды? Фарида, мен оны қорғай алмадым. Налян, сен мені қорғай алдым деп ойлайсың ба? Жоқ, сен мені азаптадың. Мен жарықты көрмедім. Сен әрқашан маған шектеу қоятынсың деп Налян кетіп қалады. Ол әкесінің кім екенін білмеу керек. Мен ол оңбағанды шетелге жібергенмін. Налян Хайриге келіп, жағажайға барып қайтайық дейді. Хайри, әрине, айтсаңыз болды деп екеуі кетіп қалады. Седат Джаннаға білезік сыйлайды. Сен маған осы кішкентай білезікті әкеп тұрсың ба? Маған үй сыйлайды екен десем. Седат, Джанна, не айтып тұрсың?
Джанна: жай, мен әзілдеп тұрмын. Джанна: бұлай болмау қажет. Әрине болмайды, уайымдама. Мені осы жасымда туады деп ойлайсың ба? Ол бала жылайды, оған қарау керек. Мүсінімді құртып салмақ қосамын. Ондай дүние маған қажет емес. Рахмет Джанна түсінгеніңе, деп Седат кетіп қалады. Джанна артынан: мен ақымақ деп ойлайсың ба, осындай керемет мүмкіндікті жіберіп алатын. Налян жағажайға келеді. Хайриге: сіз бармайсыз ба? Мен жалғыз барғым келмейді, дейді. Налян Хайриге: сіз неге өзіңізді бұлай ұстап тұрсыз? Хайри: мен өз орнымды білемін. Мен тек жүргізушімін. Налян ішіндегі мұңын айтып: маған әкемнің кім екенін айтпады, бірақ мен оны қайтсем де табамын, дейді. Хайри Налянға жақындап келіп: мен сізге бір нәрсе туралы айтайын. Мен сіз күлсеңіз күлемін, мұңайсаңыз мұңаямын. Сіз мен үшін басқалардан артық адамсыз. Енді сізге сұрақ қойсам бола ма? Мен сіз үшін кіммін? Налян: сіз жақсы адамсыз, көңілді жүретін өмірге құштар. Сіздің қасыңызда өзімді жақсы сезінемін. Хайри: рахмет, дейді. Фарида: Налян қайда кетті? Білмеймін, ол таңертең шығып кеткен. Біз жыладық, мұңайдық, енді бұрынғы өмірімізге қайта оралайық. Кәне, киімімді алып бер. Налян: бала дүниеге алып келу керек, жалғыз қалмау керек. Мен ол үшін барымды саламын, дейді. Оның қайда жүргенін білейік деп оған хабарлама жазып жібереді. Сен қайдасың деп. Налян: үйге бара жатырмын, деп жазып жібереді. Хайриге отбасынан бір адам хабарласады. Қарсы болмасаңыз жауап берсем бола ма? Иә, әрине жауап беріңіз, дейді. Селен Седатқа жүгіріп келіп: сен қайда жүрсің? Налянмен сөйлестің бе? Ол жерді беретін болды ма? Иә, ол беретін болды. Ендеше қазір нотариус 2 сағаттан кейін келеді, дейді. Седат Налянға: компанияға қашан келесің, дейді. Мен 1 сағаттан кейін барамын, деп жазып жібереді. Пера анасына келіп: о, Пера, сені көрмейтін болдық қой, Музомен бас қосқалы. Тойға не дайындық болып жатыр? Біз той күнін белгіледік, Музафердің туылған күні болатын болды. Первин: бұл керемет той екен. Пера: біздің тойымыз болатын болды ма? Жоспарыңыз осымен бітті ме? Жоқ, әрине қызым, сен оны дәл туылған күні той уақытысында оны тастап кетесің, дейді. Джавид Рафетке: сен дер кезінде дұрыс шешім қабылдадың. Музоның басқаратыны дұрыс болды, дегенде Рафетке Первин хабарласады: сендер біздің қызымыздың қолын сұрамадыңдар. Рафет: біз әлі тойдың болатынын айтқан жоқпыз. Олар той күнін белгілеп қойды. Первин: бүгін кешке не істесеңдер, оны істеңдер. Рәсім бүгін кешке өтеді, деп тұтқаны қойып қояды. Рафет: бұл Первин менің мазамды алды. Көп жылдардан соң аяқ астынан өзі келді, енді қызы менің балама ғашық боп қалды. Бұның бәрі Первиннің жоспары. Менен кегін алмақшы, дейді. Налян мен Хайридің сыртта сөйлесіп тұрғанын Фарида терезеден көріп ашуланып тұрады. Налян кеткен соң Хайри отбасына хабарласады. Налян есіктен тыңдап тұрады. Бірақ Тако келіп оны шошытып жібереді. Хайри отбасына: жыламаңдар, мен қайта ораламын, дейді.